Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабақ тақырыбымыз бөлшектерден тұратын сандар тізбектері. Математика пәні 5-ші сынып 3-ші тоқсан 44-ші сабақ. Сабақтың мақсаты бөлшектерден тұратын тізбектердің заңдылықтарын анықтау, бөлшектерден тұратын тізбектердің заңдылықтарын құрастыру және тізбектерді жазу. Бүгін балалар біз сұрақ-жауап жұмысына өткен тақырыптағы анықтамаларды айтып берейік. Бірінші сұрақ: сан тізбегі дегеніміз не? Сан тізбегінің жалпы мүшесі деген не? Сан тізбегінің қандай түрлері бар? Сан тізбегінің берілуінің қандай тәсілдерін білесіңдер? Бөлшек сандармен берілген тізбектерді қарастырамыз бүгін. Соған балалар енді есептер шығаруды орындаймыз. Бірақ балалар ұмытпаңыздар, тізбектер берілу заңдылықтары әртүрлі болады. Кейде алдыңғы мүшесіне бір сан қосылуы мүмкін, кейде көбейтілуі мүмкін, кейде азайтылуы мүмкін, немесе бөлуі де мүмкін. Соған басты назар аударыңыздар. Оқулықпен жұмыс істейміз. Номер 1009. Сандар тізбегінің заңдылықтарын анықтап, келесі екі мүшесін жазыңдар. Бірінші қатар 2,9-дан 7, 2,9-дан 8, 3, 3,9-дан 1 сан тізбегі берілген. Мұнда көрініп тұр, алымдары өсіп жатыр, өспелі сан тізбегі. Сонда екінші мүшесінен біз азайтайық бірінші мүшесін. Қосындысы 9-дан 1 болады. Әрқайсына 9-дан 1-ді қосып, келесі мүшесі шығады бізде. 3,9-дан 1-ге 9-дан 1-ді қосқанда 3,9-дан 2 болады. 3,9-дан 2-ге 9-дан 1-ді қосқанда 3,9-дан 3 болады. 9-дан 3-ті қысқартсақ 3,3-тен 1 болып шығады. Дұрыс. Екінші қатар 1,3-тен 1, 2,3-тен 2, 4, 5,3-тен 1. Бұл да өспелі сан қатары. Бұл жерде біз қосамыз. Әр мүшесіне бір ғана санды қосамыз. Сол санды табу үшін екіншісінен бірінші мүшесін азайтып, айырмасын табайық. Ол 1,3-тен болып келеді. Сонда 5,3-тен 1-ге 1,3-тен 1-ді қосқанда 6,3-тен 2 болады. 6,3-тен 2-ге 1,3-тен 1-ді қосқанда 7,3-тен 3 немесе 1,8 сан болып шығады. Үшінші қатарда 43-тен 40, 43-тен 30, 43-тен 20, 43-тен 10. Бұл жерде кемімелі сан қатары, алымдары кеміп жатыр. Сонда азайтамыз. 10 сан азайтылады алымдарында. Ал айырмасы болады 43-тен 10. Сонда соңғы 43-тен 10-нан 43-тен 10-ды алғанда 0 болып шығады. 0-ден азайтқанда минус 43-тен 10. Бірінші қатарымызда 9, 4,2-ден 1, 2,4-ден 1, 1,8-ден 1. Бұл да кеммелі сан тізбегі. Бұл жерде біз көбейтеміз. Бөлшекке 2-ден 1-ге көбейтсек, сонда біз 2-ден 9 болып шығады. Ал 2-ден 9 бұрыс бөлшек, оны айналдырайық аралас санға 4,2-ден 1 болып шығады. Келіп тұр, дұрыс. Сонда 1,8-ден 1-ді біз көбейтеміз 2-ден 1-ге. Бұл бөлшек түрінде, бұрыс бөлшек түрінде 8-ден 9 көбейтеміз 2-ден 1-ге, 16-дан 9 болып шығады. 16-дан 9-ды тағы 2-ден 1-ге көбейткенде 32-ден 9 болады. Келесі номер 1010. Сандар тізбегінің заңдылықтарын анықтап алып, оның екі алдыңғы мүшесін және екі соңғы мүшесін жазыңдар. Ортада берілген
сандар 3,7, 4,9, 6,1, 7,3. Мұнда көрініп тұр өспелі екені, сонда екіншіден біріншіні алғанда 1,2 болып шығады айырмасы. Сонда соңғы сандарға қосамыз, ал алдыңғы мүшелерден осы санды аламыз. 1,2-ні алғанда 3,7-ден 2,5 болады. 2,5-ден 1,2-ні алғанда 1,3 болады. Ал 7,3-ке біз қосамыз 1,2-ні, сонда ол 8,5 болады. Дұрыс, 8,5-ке тағы қосамыз 1,2-ні, 9,7 болады. Екінші қатарымызда 0,118, 0,154, 1,162 ары қарай. Сонда мына жерде көрініп тұр, сандарды біз көбейтеміз, 3-ке көбейтеміз әр санды. Сонда ары қарай соңғы сандарды көбейтеміз, ал алдыңғы 0,118-ді біз 3-ке бөлеміз. Сонда 0,106, оны тағы 3-ке бөлгенде 0,102 болып шығады. Соңғы санды 4,186-ны 3-ке көбейткенде 14,158 болады. Осы санды 3-ке көбейткенде 43,174 болып шығады. Үшінші қатарымызда 20,8, 10,4, 5,2, 2,6. Бұл жерде кеміп баратыр. Сонда немесе айырмасын іздейміз, немесе бөліндісін іздейміз. Мұнан көрініп тұр, 2-ге бөлгенде 20,8-ді 10,4 болып шығады. Дұрыс келіп тұр. Сонда біз 2,6-ны 2-ге бөлеміз, 1,3 болады. Осыдан тағы 2-ге бөлгенде 0,165 болады. Ал алдыңғы санды біз көбейтеміз 2-ге. Өйткені жақ өсіп жатыр. Үлкен сандар алдында болып тұр. Ол 41,6 болады. Тағы да 2-ге көбейтеміз осы санды, 83,2 болып келіп тұр. Келесі номер 1011. Бұл жерде формула берілген АН тең болады 1 бөлінеді n квадратқа. Осы формуламен берілген сандар тізбегінің алғашқы 5 мүшесін жазып, кестені толтырамыз. Белгілеуін А1, А2, А3, А4, А5 деп жазамыз. Тізбектің мүшелерін толтырамыз. N норма 1-ді қойайық, сонда А1-ші 1 бөлінеді 1 квадратта 1 болады. Екіншіде А2-шіні тапқанда 1-ді бөлеміз 2 квадратқа 4-тен 1 болады. 3-ті қойғанда формулаға 3-ші мүшесі болады 1 бөлінеді 3 квадратта 9-дан 1. 4-ші мүшені тапқанда 1-ді бөлеміз 4 квадратта 16-дан 1 болып шығады. 5-ші мүшені тапқанда 1-ді бөлеміз 5 квадратта, сонда 25-тен 1 болып шығады. Дұрыс. Келесі номер 1012. Сандар тізбегінің заңдылықтарын анықтаңдар. Сандар тізбегінің ортадағы 2 мүшесін жазып, тізбекті толықтырыңдар. Бірінші жолымызда 0,5, 1,5, 4,5. Бұл өспелі сан тізбегі. Сонда 1,5-ді қоспаймыз. Өйткені қоссақ 1,5-ке 1,5 қосқанда 4,5 болып шықпайды. Сонда бөлеміз. 1,5-ті 0,15-ке 3 болады. 3 жақсы келіп тұр. 4,5-ті 3-ке көбейткенде бізде 13,5 болады. 10 тағы 3-ке көбейтеміз, 40,5 болады. Соңғысын 364,5-ті 3-ке көбейткенде 1093,5 болып шығады. Екінші қатарда 0,16, 1,2, 2, тағы да өспелі болып жатыр. Тағы да көбейту пайда болады. 0,16-ны 2-ге көбейткенде 1,2, 10 тағы да 2-ге көбейткенде 2,4. Сондықтан 4,8-ді 2-ге көбейткенде 9,6 болады. Оны тағы да 2-ге көбейткенде 19,2 болып шығады. Ал соңғы жерде 153,6-ны 2-ге көбейткенде 307,2 болып шығады. Үшінші қатарымыз 0,7, 0,121, 0,163. Бұл да өспелі
болып жатыр. Өспелі болғанда немесе көбейтінсін, немесе қосылысын табамыз. Бірақ бізде мында көбейтіледі 3-ке. Сонда 0,63-ті 3-ке көбейткенде 1,189 болады. Осы санды 3-ке көбейткенде 5,167 болады. Соңғы санды табу үшін 153,109-ды көбейтеміз 3-ке, 459,127 болып шығады. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сау сәлемет болыңыздар.